Баршаңызға сәлем. Бүгін Орео тортын дайындайтын боламыз. Шифоновый бисквиттің Орео начинкасын және де крем-декорды, сондай-ақ шоколадный патчоктың қалай жасалатынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен шифоновый бисквит дайындаймыз. Ол үшін 6 жұмыртқаны сарысы мен ағынан бөліп алып, ақуызына 65 грамм қант және шым-шым тұз қосып, миксермен араластырамыз. Жұмыртқаның ақуызы, яғни белок жақсы көтерілу үшін ыдыстың құрғақ әрі майсыз таза болуы өте маңызды. Ақуызды әбден жақсылап араластырғаннан кейін, яғни ыдысты төңкерген кезде масса өзін-өзі ұстап тұратындай болуы керек. Және де дәл осы ақуыз массасын уақытша тоңазытқышқа салып қоямыз. Содан соң жұмыртқаның сарыуызына 65 грамм қант қосып, ағарғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң жұмыртқаның сарыуызына ыстық сүтті қосып, бірден миксермен араластырамыз. 130 грамм сұйық майды қосып, миксермен араластырамыз. Какаоны міндетті түрде електен өткіземіз. Електен өткізілген какао 2 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель, 155 грамм ұнды қосып, барлығын жақсылап силиконды лопаткамен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Содан соң ұнның комоктары қалып қоймас үшін массаны миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін тоңазытқыштағы ақуыз массасын шығарып, біртіндеп қосып, шоколадты массамен жақсылап араластырамыз. Бисквит жасауға арналған кольцоның түбін 2 мәрте дәл осы видеодағыдай фольгамен қаптап аламыз. Кольцоның түбін фольгамен қаптап болғаннан кейін астына міндетті түрде противень қою керек. Сондай-ақ форма жылжып кетпес үшін арнайы канцеляриялық скрепкаларды 2 жерден бекітіп қойсаңыз, кольцо жылжымай өзінің формасын сақтап тұрады. Шифоновый бисквиттің қамырын формаға құямыз және алдын ала қыздырылған пеште 170 градуста 45-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Бисквиттің дайын болғандығын шпажканы ортасына тығып, тексеріп көруге болады. Дайын болған бисквитті суытамыз. Орео тортының начинкасын жасаймыз. Ол үшін 500 грамм творожный сыр немесе креметтеге 5 ас қасық қант ұнтағын қосамыз. Содан кейін 250 мл клегей қосамыз. Клегейдің майлылығы 33-30% болу керек. Барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Бір келкі масса пайда болғаннан кейін Орео печеньесінің бірнеше бөлігін осылай сындырып, кремге қосамыз да миксермен қайтадан араластырамыз. Бисквит суығаннан кейін осындай 2 бөлікке бөлеміз және де шапочкасы болса, оны да кесіп алып тастаймыз. Содан соң бисквиттің төменгі бөлігін кольцоға салып қоямыз да, кремді кондитерский мешокқа салып, айналдыра жағып шығамыз. Кремнің бетін тегістейміз. Тегістелген кремнің бетіне Орео печеньелерін қойып шығамыз. Печеньенің үстіне қайтадан крем жағып шығамыз. Кремнің бетін тегістеп болғаннан кейін бисквиттің үстіңгі бөлігін саламыз. Егер крем артық қалған болса, дәл осылай бетіне де жағып шығуға болады. Содан соң дәл осындай сборкадан кейін тортты тоңазытқышқа, яғни морозильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Торттың сыртқы бөлігіне арналған крем-декор дайындаймыз. 160 грамм бөлме температурасындағы май мен 160 грамм қант ұнтағын миксермен араластырамыз. Крем-декорға міндетті түрде жұп-жұмсақ, бөлме температурасындағы әрі майлылығы 82% құрайтын майды пайдаланған дұрыс. Май мен қант ұнтағын араластырып болғаннан кейін 400 грамм творожный сырды қосып, тағы да араластырамыз. 2 сағат өткен соң тортты тоңазытқыштан алып шығамыз. Крем-декорды кондитерский мешокқа салып, видеодағыдай айналдыра жағып шығамыз. Содан соң шпательмен торттың сыртын тегістейміз. Кез келген тортты крем-декормен әшекейлеуге болады.
Ал ол үшін тортты міндетті түрде 2 сағат тоңазытқышта қатырып алған дұрыс. Тортқа шоколадный подтек жасайтын болғандықтан, біз тортымызды тағы да 1 сағат көлемінде тоңазытқышта қатырып аламыз. Шоколадный подтек жасау үшін бізге 50 грамм шоколад және шамамен 25-30 мл кілегей қажет болады. Шоколадты баяу отта ерітіп аламыз. 1 сағат өткен соң тортты тоңазытқыштан алып шығамыз. Соусқа арналған ыдысқа немесе кондитерлік мешокқа шоколадты құйып, торттың шетінен осылай жүргізіп шығамыз. Шоколадный подтек осындай әдемі болып шығу үшін міндетті түрде тортты тоңазытқышта қатырып алған дұрыс. Тортты өзіңіздің қалауыңызға, фантазияңызға орай безендіруге болады. Қымбатты достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін.